алға басуда. Бай шапан кисе құтты болсын дейді. Кедей шапан кисе қайдан алдың дейді дегендей, бір кезде қоңырқай ғана тұрмыс кешкен бұл ауылдың аты да ескерусіз ғана қоңыр өлең деп аталған екен. Ұлы жібек жолын жиектей, шұрайлы Жаркент өңірінің бір қапталындағы екі тау аралығын паналай орналасқан шағын ауыл келбеті, қайта құрудың өткен 4 жыл ішінде танымастай өзгерді. Совхоз өзінің миллиондаған сом табысының едәуір бөлігін оның әлеуметтік жағдайын жақсартуға жұмсауда. Шаруашылықтың 60 жылдық тойын еселі еңбек, толымды табыспен қарсы алған қоңыр өлеңдіктер өткен күндер қиындықтарында естен шығармайды. 30 жылдардың бас кезіндегі әйгілі ашаршылық, ұлы отан соғысы, ауылдағы ер азамат түгелдей дерлік 500 адам боп майданға аттанса, солардың жартысына жуығы ғана елге оралды. Абденова айтпала да соғыс ауыртпалығын, кешегі тоқырау зардаптарын бастан өткерген аналардың бірі. Әркез еңбекті жұбаныш еткен, еңбектен бақытын тапқан ол жастарды адал кәсіпті сүюге баулумен келеді. Шаруашылықтағы басты сала қой шаруашылық. Демек табыс тұтқасы да негізінен шопандар қолында. Жаз айлары шопандар қауымының қыстың қытымыр күндері мен көктемнің ұйқысыз түндерін артқа сап, бір сәт арқасы кеңіп бой жазар асыға күтер шағы. Дәстүрлі шопандар тойы да әдетте осы маусымның бас кезінде өткізіледі. Айта кетер бір жай, тоқырау тұсындағы шопандар тойында міндетті түрде ұзын сонар баяндамалар оқылып, толып жатқан кемшіліктерден арылуға шақырған жалаң ұрандар айтылатын болса, қазір ол мүлде азайған. Шаруашылықты басқарудың жаңа формалары мен тәсілдеріне көшу, еңбек адамының жаңа ынта, өз ісіне деген қожайындық сезімін тудырған. Совхоз басшылары шопандар тойының ең алдымен жиналғандар көңілінен шығарлық қызықты да көңілді болуына баса күш салғаны аңғарған. Ал моральдық және материалдық көтермелеу қашанда маңызын жоймайтыны, қайта еңбек озатына бүкіл совхоз жұртшылығы алдында құрмет көрсету, оның абырой мерейін өсіре түсетіні белгілі. Бұл жерде сыйлық алған жүлдегерлер аты жөнін тәптіштеп жатудың да қажеті болмас. Өйткені октябрлықтар өз жерлестерін экраннан ақ жақсы таниды емес пе. Ал шопан таяғын тапсыру, жас шопанның өмір бойы есінде қаларлықтай етіп ұйымдастырылса, қандай орынды болар еді. Кәні біз оданда озаттарды құрметтеуді жоғарғы жақтағыларға есеп беру шарасына айналдырмай, осылай көпшілік алдында өткізудің тәрбиелік мәні зор екендігін ескере отырып, мұндай тойларды бұдан да тартымдырақ етіп өткізу жолдарын ойластырып көрелік. Көріп отырсыздар, совхоз бағалы сыйлықтарға қаражат аямаған. Әттең олардың түр-түрлілігі аздау. Әдеттегі кілем, радио қабылдағыш, ат әбзелдері сияқтылар ғана. Ат әбзелдері демекші, ол таяу күндері совхоздың өз цехында да жасала бастамақ. Ал мына балақайлар ертең ер жетіп ата таяғын ұстаған тұста қынжылмаса,
сыйлыққа күміс бензерлеген ер тоқымды алатын болса деген тілектеміз. Қашанда ат жарысы көкпарсыз, той сәні келмейтіні белгілі. Ежелден ерлік пен еттілікке, тұлпар шалымдылығына сын, ұлттық мақтанышымыз көкпарға көп жылдар бойы тыйым салынып келген болса, оның қайта оралуы да қайта құру жемісі, әлеуметтік мәселелерге баса мән беріле бастауының айғағы. Көкпар сайысы, теңге алу, жамбат үстіндегі шабандоз ауыл азаматтарын мүлде танымайда қалғандайсыз. Шопандардың кезекті жалақысы және жылдық еңбек ақыға қосымша төленетін көтерме ақы да осы той үстінде беріледі. Сөйтіп шопан әйелдері керек жарақ заттарын осы жерде жеткілікті етіп сатып алуына жағдай тудырылады. Мал шаруашылығын өркендету ең алдымен берік жем-шөп қорына байланысты екені белгілі. Табыс та оңайлықпен келмейді. Өз қол жеткен жетістіктері жайлы Октябрь совхозының директоры Сүлеймен Босқынбайұлы Көшкінов әңгімелейді. Біздің совхоздың шығынға батып жүрген себептерінің бірі, бас себебі мал азығының берік қорының болмауы. Осы жағдайдан біз жаңағы мал шаруашылығы малдың азығымен дұрыс қамтамасыз етілмегендіктен жылдан жылға үлкен шығындар тартып жүрді. Мен осы совхозға келгеннен кейін де бір алғашқы жылдары осы көп шаруашылықтардан көмек сұрауға тура келді. Бұл келешек біздің жолымыз емес екендігін біз совхоздың басшылары, мамандары, партия ұйымы бәріміз болып ақылдасып, өзіміз қарап шешу жолына кірістік. Мұның себебі негізі біздің жерімізде аз болуында, сумен қамтамасыз ету мәселесінің кемшілігінен болды. Біздің жерімізден шығатын 8-9 үлкенді-кішілі бұлақтар бар. Мысалы, Тамшы, Кертасты, Көктасты, Қарағайлы, Бүгіл, Аламан, Талды деген су көздері бар. Саны 28 бригада қосылып істелген, бірақ мұның 3-тен 1 ғана жұмыс істеген. Қалғаны кезек күтіп тұрған. Ал ол кезек айланып келгенше, ол жер жаңағы құрғақ кетеді, сонысын өсімдіктің өсу жағдайы болмайды. Міне біз сол жаңағы ақылдасып отырып тұрып, осы мәселені шешуге кірістік. Мынау 8 жерасты су қоймасымен істейтін бригадқа 5000 кубтық 4 су қоймасын жасадық. Тағы да 4 скважина қаздырдық.
Осы менен 8 бригадты түгелі менен жаңағы тоқтамай жұмыс істеп сумен қамтамасыз ететіндей жасадық. Бұл өткен жылы бітірдік. Беденің көлемін соңғы жылдары 1100 гектарға жеткіздік. Қазір жаңағы 28 бригадтың енді 3-тен 2-сі бір мезгілде жұмыс істей алады. Әлде де болса бұған істейтін жұмыстар көп. Сөйтіп, мына дайындалған беденің сапасын жақсарттық. Сонымен бірге оның өнімділігін де арттырдық. 85 жылғы 400 гектардан алған өніміміз 28 центнерден болса, өткен жылы 45 центнерден әр гектардан өнім жинадық. Ал биылғы жылы осы өнімді 50 центнерге жеткіземіз деп отырмыз. Аламан су қоймасын жасадық 10 мың кубтық. Қарамала су қоймасын жасадық 10 мың кубтық. Өрді де сол 2-ден 4 бригад жаңағы дамылсыз жұмыс істейтін қалға келтірдік. Жинағын айтсақ, 85 жылғы малдың қыстатуға 4,5 азық өлчөмімен кіріссек, өткен жылы әрбір шартты малға 13 азық өлчөміне жеттік. Әрине бұл да аз. Біздің жағдайымызда 18-20 азық өлчөмінен кем болмау керек. Біз өткен жылы 10 мың тоқты қойдық, 500 бас ірі қара қойдық. Өгіздерді 500 килограммнан өткіздік та, 10 мың тоқтыны 54 килограммнан өткіздік. Өзіміздің жемшөп жағдайымызға қарап отырып, 10 ай, 11 айлық бордақыға қойған жоқпыз. Бордақының мерзімін 6 ай, 7 ай мөлшеріне түсірдік. Бұдан да біз көп нәрсе өттік. Жемшөптің шығыны біршама азайды. 6 ай, 7 айда көп екен. 1000 тоқтыны күзде қырқып, одан әр қайсынан 1 келі 200 граммнан орта шеппенен жаңағы паярковый жүн алып, оны 90 күн бордақылап, 44 килограммнан өткіздік. Міне, бізге осы жол тиімді сияқты. Сондықтан біз бұны биылғы жылы 3000-ға жеткізейік деп отырмыз. Тоқырау жылдарының асқынған зардаптары совхоздың бұрынғы басшылары ісін сотқа ұрындырса, ал жаңа басшылары бірден ақ арық тұрақ малды қыстан қалай аман шығарам деп әуре сарсаңға түсті. Ақыры әлдірек көршілестері көмектесті. Аудан басшыларының әмірімен көмектесті. Алайда мешкей деген шақсат емес әбден тұралаған совхозды қалайда алға шығару керек. Көшкінов тергеушілер де, қылмысты атанғандар да байқамаған тағы бір үлкен қылмысты көре білді. Ол онсыз да тапшы су қорының 3-тен 1 ғана дұрыс пайдаланылып, қалғаны рәсуа болатындық еді. Жаңа директор өзіне де, өзгеге де қатал талап қоюды міне осыдан бастады. Рас, мал басы ғылыми талаптарға сай рационмен толық қамтамасыз етілген деу әлі ертерек болар. Бірақ совхоз бүгінде өз алдына осындай міндет қоюды. Ал әзірше осында асылдандырылып жатқан биязы жүнді қойлар да басқа отарлар мен сиыр, жылқы табынымен бірге жайлауға айдалады. Осы жүгері біздің совхоздың негізгі мал шаруашылық базасында жемшөп қорына ең рөлі бұның өте күшті. Біз 3 жыл бұрын 400 гектар егіс көлемін алып жатқан болса, бүгінгі күні мұны біз 740 гектарға жеткіздік. Бар жерді соны немен түзетіп, планировкалар жасап, бұдан бұрын біз Одесский 80 деген сортты егетінбіз. Ол жүгері 120 күнде пісетін.
тұқымдық сапасы өте төмен болатын. Біз биыл солтүстік облыстарға керекті Молдавиялық будан тұқымды сеуіп тұрмыз. Бұл жүгері совхоз экономикасына да үлкен пайда береді. Мұның құны әрбір тоннасы 1100 сомнан өткіземіз. Пісу сүрегі 95 күнде піседі. Биылғы жылы 1,5 миллион сом осы жүгері плантациясынан табыс аламыз деп отырмыз. Біз бүгін Рақышевтардың әулетінің отарында келіп тұрмыз. Рақышев Тымбастың әкесі Рақыш ағамыз осы совхоздың алғашқы отарын алып баққан. Пенсияға шыққан соң әке таяғын баласы Тымбас алып, 30 жылдан астам уақыт бойы осы совхоз малын бағып келе жатыр. Оның айғағы ретінде омырауында жарқырап тұрған Еңбек Қызыл ту ордені менен Октябрь революциясы ордені соның дәлелі. Бұл Тымбас қазір өзі ғана емес, балалары Қанатжан мен келіні Жазираны да мал бағуға тәрбиелеп, атар бақтырып отыр. Әділжан да, келіндері Айнаш та, бұлар жаңағы әртүрлі оқу орындарында оқығанмен, жаз айларында келіп, әкесіне көмектесіп, жаздай мал бағысады. Тымбас қазір балаларыменен 2 отар қой бағып отыр. Қой шаруашылығы біздің совхоздың басты шаруашылығы болып есептеледі. 3 миллион таза пайданың миллионнан астамы тек қой шаруашылығынан алынып жүр. Оның жекелей бөлсек 1 миллионы қой бордақылаудан, 800 мыңға жуығы қойдың жүнінен, 200 мың сомы асыл тұқымды мал сатудан. Осы табыстың бәрі біздің майталман малшыларымыздың еңбегінің нәтижесі. Атап айтсақ, 3-ші дәрежелі еңбек даңқы орденінің иегері Батай Шаяхметов, коммунист Еренсіз Момбаев, Нұрдәулет Сабуров, Жанай Тоқсабаев, Ысқақ Мәліков, Дүйсенғали Каримов, Тоқтасын Нұрпейісовтер сияқты семьялық шопандар әулеті. Жас шопандарымыз Әділбаев Нұрдәулет, Қожақов Қали, Сопиев Жұмақан, Тоқсағаев Ерлік соңғы жылдары әке таяғын алып, жеке отар бағып шыққан жастар. Ал біздің мақсатымыз осы жастар семья құрып, ауылымызда тұрақтап қалуын ойластыру. Соның бір айғағы ретінде 2 той өткізіліп жатыр. Соның бірі 47 жыл совхозымыздың мал шаруашылығында еңбек еткен құрметті ағамыз Жұматаев Нұрғожа, екіншісі шопандарымыз Тоқсабаев Жанай, Молдахметов Рахымберді, екеуі құда болып, ұлы Ерлік пен қызы Алманың үйлену тойын жасап, бүткіл ауылымыздың еңбеккерлерін сол қуаныштарына ортақтасуға шақырып отыр. Міне біз тағы да жайлау төсіндеміз. Шопандар қатары тағы бір жас семьямен толықты. Бақытты да баянды ғұмыр кешіп, коллектив құрметіне бөлінер болса, әлек бұлардың алтын тойында бүкіл совхоз боп тойлайтын болар. Ал қазір жерлестері ауыл құрметтісі, ерлі зайыпты Әусадық пен Қайша Бітібековтардың қол ұстаса ғұмыр кешкеніне 50 жыл толуын атап өтуде. Балалы үй базар дейді халқымыз. Сәби көп туса, ол да жақсылық белгісі, бақытты өміріміздің жемісі. Совхозда батыр аналар саны 70-тен асса, бұлайғы көп балалылар одан әлде қайда көп. Қоңыр өлімдегі 140 орындық бақша ясли тарлық етіп, оны тағы 40 орынға кеңейту қолға алынуда. Барлық бөлімшелерде балабақша жұмыс істейді. Совхоз орталығында футбол алаңы бар.
Ал бұрынғы электростанция үйі спорт залы болып жабдықталған. Таяуда бильярд залы, тиір жұмыс демек. Жақсы жабдықталған мектеп интернатта шопан балалары толық мемлекет есебінен оқып тәрбиеленеді. Совхоз селоны жаңа құрылыстармен жаңартуға, тұрмыстық объектілер салуға да қыруар қаржы бөлуде. Мәселен, мәдениет үйін қайра жөндеуден өткізіп, онда жаңа кітапхана орналастырудың өзіне ғана 200 мың сомнан астам ақша бөліп отыр. Жақын арада совхоздың өз қаражатына салынған жаңа дүкеннің пайдалануға берілуі де мұнда үлкен жаңалық болды. Әзірше онда сәнді киімдер, аяқ киім түрлері аздау болғанымен, көш жүре түзелері даусыз. Ал бұрынғы тар, шағын дүкендер қатары азая түсуде. Тек соңғы 2 жыл ішінде ғана 54 жаңа коттедждер салынып пайдалануға берілді. Тұрғын үй құрылысы қарқыны арта түсуде. Мынау скважина біздің жерден қазылған. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, мынау өзі 3100 метр тереңдіктен шығады. Температурасы 90 градус. Қазақтың гидрогеология институтының лабораториясына алып барып, зерттеттік. Бұл су емдік қасиеті бар, біздің өзіміздің Сарыағаш суына өте ұқсас. Совхоздың күшіменен бұл жерге 60 орындық санаторияның құрылысын өткен жылы бастадық. Биыл міне қазір мұның жаңағы адамдар жататын корпусы, ванна алатын корпус, демалушыларға арнап 100 орындық құлып бітіруге жақындап қалдық. Ауылымыздың барлық байлығын жасап атқан ауылдың еңбеккерлері. Сол еңбеккерлерінің солардың денсаулығын, солардың келешектегі жұмысқа деген қабілетін арттыру мақсатында келешекте өзі демалысын осы жерде жасап, денсаулықтарын түзеп, жұмысқа қабілетін арттыру үшін осыны жасап отырмыз. Совхозда жаңағы 6000 халық бар, 600-ге жуық ветерандар, пенсионерлеріміз бар. Бұл суды тек қана емге пайдаланумен бірге, ыстық суын жабық теплицада көкөніс өсіру жұмысына да пайдалана бастадық. Биылғы жылы алғашқы өнім ала бастадық. Ал келешекте үлкейтіп қазір жарты гектарға теплицаны өз күшімізбенен салып дайындап жатырмыз. Институтқа жоба жасатып, 1 гектарлық теплицаның биыл жылдың аяғына дейін оны бітірмекпіз. 90-шы жылы ол теплицаны салып аяқтаймыз. Фермамыздың үйлерін, салынып жатқан теплицаның өзін түгелдей осының менен жылу жүйесіне пайдаланғалы жатырмыз. Бұл суды енді жалпы халық игілігіне пайдалану үшін бөтелкеге құйып, ішетін минеральный су етіп беру жағын қарастырып жатырмыз. Соның құрал саймандарын іздестіріп жатырмыз. Шетелге біз жылқы малын беріп, одан түскен валютаға сол шетелдік цехтың оборудованиясын аламыз. Ая жағына үлкен су қоймасын жасаттырып жатырмыз. Су қоймасынан суып, мына сосын сөрден тазаланғаннан кейін ол суды жер суғаруға пайдаланамыз. Тоқырау жылдарында қой шаруашылығына мамандандырылған совхозда жылқы өсіру тиімсіз деген теріс пікір қалыптасқан еді.
Бүгінде жылқы өнімдерін өткізуден Октябрь совхозы кассасына валюта түсе бастады. Ал егер қымызды құрғақ ұнтаққа айналдыратын технология тауып орнатар болса, бұл тамаша өнімді шетелдерге шығаруға да мүмкіндік тумақ. Осыған байланысты жылқы табындары да еттік және сүттік бағытта өсірілетін болады. Түйе түлігін өсіру мұндағы келешегі зор жаңа саланың бірі. Күтім талғамайтын, әрі шыдамды бұл жануарды, әсіресе басқа көлік өте алмайтын тау жайылымдарындағы малшыларға жүк тасуға пайдалану да экономикалық жағынан аса тиімді. Жүні жібек, еті мол, дәмді де нәрлі шұбаты тіл үйірген түйе түлігін халқымыз ежелден ақ жоғары бағалаған. Шаруашылығының тоқырау жылдары қандай болғанына тоқтала кеткім келіп тұр. Совхозымызда қойдың саны 75 мың еді. Осы қойдан таза талшықпен есептегенде 90-92 тонна ғана жүн алынатын. Қазіргі кезде қойдың саны 60 мың болса, одан алынып жүрген жүн 102 тоннадан жоғары. Ал саулық қой 44 мыңға дейін барған болса, одан 27-28 мың мөлшерінде қозы алынып жүрсе, қазіргі кезде 31 мың саулықтан 30 мыңға жуық қозы алынып жүр. Осының бәрі совхозымызда мал азығының берік қорының жасалуыменен селекциялық жұмыстардың жолға қойылуының содан келген табыс деп есептейміз. Бұрын мал шаруашылығындағы ең өнімсіз болып келген еттік ірі қара табындары да табыс көзін айналуда. Қазақтың ақбас сиыры мен сантагер труда тұқымын будандастыру арқылы алынған табын ойдағыдай өнім беруде. Ал өгізшілерді өндірістік негізде бордақылау, жоғары қоңдылықпен өткізуге қолайлылық беріп отыр. Совхоз еңбеккерлерін мектеп-интернат пен балабақшаларын сүтпен толық қамтамасыз ету үшін сүттік ірі қара көбейтілуде. Қайта құру совхоз өндірісінің барлық саласын жеделдете әрі сапалы өркендетуге жол ашты. Егер тоқырау жылдарында шаруашылық 7 миллион сом қарыздар болып қалса, қайта құрудың өткен 4 жыл ішінде ғана 10 миллион таза пайда алды. Оның жартысынан астамы қой шаруашылығынан түсті. Ал ол қаржы қайда жұмсалды? Ол ең алдымен табысты тасқындата түсу үшін совхоз өндірісін кеңейтуге жұмсалады. Демек бұл көптеген жаңа үй, санаторий, балалар мекемелері салынады, жалақы артады деген сөз. Ал қашанда жұмыс өнімді болса, тұрмыс та көңілді. Ойын тойда көп, демек оған да қыруар ақша жұмсалатыны белгілі. Қайта құру қарқын алып, өмір алға басуда. Фильмді шығаруға қатысқандар: Әзімов, Әлімбаев, Пазденко, Жамкенов, Қалмырзаев. Фильмнің